Қайырлы күн достар, сіздермен мен Айгерім. Балаларыңызға магазиннің печеньеларынан жалыққан болса, егерде үй печеньеларын жасап беріңіздер. Небәрі 15 минут уақытыңыз кетеді. Жасалу жолы өте оңай. Небәрі 2 ғана жұмыртқа кетеді құрамына. Өте дәмді болып шығатын болады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ал ендеше кеттік. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып, салып алатын боламыз. Оның үстінен қантымызды да салып, жақсылап қантымыз ергенше, аппақ массаға енгенше араластырып алатын боламыз. Қантымыз біркелкі болып, осылай аппақ массаға еніп керек. Одан кейін үстінен ағым майымызды құятын боламыз. Егер сіздерде бөлме температурасына тұрған сары май болса, ағым майдың орнына сары майды да салсаңыздар болады. Жақсылап тағы да бір араластырып жібереміз. Ұнымызға 1 шай қасық қамыр қосқышымызды қосып, ұнымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Ең алдыменен венчиктің көмегімен араластырамыз. Одан кейін барып, қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қолымызға жабыспайды. Себебі бұның құрамында ақ май болғандықтан қолымызға жабыспайды. Осылай жұмсақ әдемі қамыр илеп аламыз. Толық рецепті мен описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерге өтіп көрсеңіздер болады. Осылай қолға жабыспайтын қамырымызды илеп алдық. Шетінен енді бөліп отырып, құрт сияқты домалақтатамыз осылай. Одан кейін осылай үстінен басамыз. Дәл видеодағыдай қолымызбен басып, келесінде барлығын осылай құрт сияқты домалатып үстінен басып шығатын боламыз. Осылай қалыңдау етіп жасасаңыздар, печеньеларыңыз жұмсақтау болатын болады. Барлығын осылай қолымызбен домалатып, үстерінен басып шығатын боламыз. Табамызға орнатып, үстінен осылай бокалдың көмегімен узор салып шықсаңыздар да болады. Сәнді көріну үшін қалағандарыңызша сәндесеңіздер болады. Өз қалауларыңыз. Барлығын осылай мен салып шықтым узорларын. Енді пешке 15 минутқа пісіріп алатын боламыз. Ыстық күйінде шайменен ішкенге керемет болып шығатын болады. Балдарыңызға да ұнайтын болады. Жұмсақ болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.